Ассалаумағалейкум ардақты әлеумет, эфирде жаңалықтар. Студияда мен Әлібек Шынтемір және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Алдымен аңдатпа. Ауылдарды дамытуға бағытталған қуатты өңірлер жобасы тиісті деңгейде атқарылмай келеді. Мона және шағын қалалардың инфрақұрылымын дамыту үшін 2022 жылы 28 қалада 57 жобаны іске асыруға 25,8 миллиард теңге бөлінді. Күзде коронавирустың таралу қарқыны төмендейді. Бұл туралы еліміздің бас дәрігері Ажар Ғинаят мәлімдеді. Бағалау матрицасына сәйкес бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы сары аймақта, Қазақстан Республикасы және қалған өңірлер жасыл аймақта тұр. Өскеменнің 44 жастағы тұрғыны өз үйінің ауласында марихуана өсіріп келген. 7500 грамм болатын қарасора ұнтағын сақтаған күдікті қандай жазаға тартылуы мүмкін? Суға кеткен Махамбет ауданының әкімі Ринат Жанқылышевтың денесі табылды. Іздеу шараларына жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен марқұмның туыстары қатысқан. 1982 жылы туған азаматтың денесі оқиға орнынан 25 шақырым ұзап кетіп, Сарайшық ауылының маңынан табылып отыр. Аталған іске қатысты қазір сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Өскеменнің 44 жастағы тұрғыны өз үйінің ауласына марихуана өсіріп келген. Азаматтың үйін тінту кезінде қорапқа салынған қоңыр жасыл шөп, полимерлі және газетке оралған өсімдік тектес затпен 7500 грамм қарасораның 39 бұтағы табылған. Одан бөлек 2 граммнан көп гашиш бар. Қазір күдіктіге 2 бап бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Айта кетейін, мұндай факт қарасора 2022 оперативті профилактикалық шара кезінде анықталған. Оны есірткі қылмысына қарсы басқарма қызметкерлері өткізген. Ал күзде коронавирустың таралу қарқыны төмендейді. Бұл туралы еліміздің бас дәрігері Ажар Ғинаят мәлімдеді. Министр тамыз айында індеттің орташа тәуліктік көрсеткіші 4000 жағдайға жетеді деп отыр. Соңғы 2 аптада елде коронавируспен ауырған адамдардың саны 3,2 есеге көбейген. Ал тек өткен тәулікте өзінде коронавирустың оң нәтижесімен 2021 жағдай анықталып отыр. Оның басым бөлігі Нұр-Сұлтан, Алматы қаласы мен Қарағанды облысында. Министрлік 15 шілдеден бастап сырқаттанушылық көрсеткішін 100 мың тұрғынға шаққандағы ауруханаға жатқызу көрсеткішіне ауыстырды, матрицаны өзектендірді. Бағалау матрицасына сәйкес бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы сары аймақта, Қазақстан Республикасы және қалған өңірлер жасыл аймақта тұр. Министр сөзінше бүгінде бас қаладан бөлек аурудың ең көп өсуі 6 өңірінде байқалып отыр. Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қарағанды мен Павлодар және Ақмола облысында індет жұқтыру көрсеткіші 6 есеге, ал Қостанай облысында 5 есеге көбейген. Сондықтан жағдайды тұрақтандыру мақсатында аймақтарда эпидбақылау мен профилактикалық жұмыс күшейтілді, деді Ажар Ғинаят. Сонымен қатар ол өңірлерде екпе егуді қолға алу қажеттігін де айтты. Қазіргі кезде вакцина мен ревакцина үшін жалпы 1 350 000-нан астам доза сақтаулы тұр. Ауырған адамдардың 80%-ы егілмеген адамдар, немесе 6 ай бұрын егілген адамдар екенін ескерсек, бұл уақытылы коронавирустық инфекция қарсы ревакцинациямен қамту қажет екенін көрсетеді. Бүгінгі күні ревакцинацияны 5 миллион астам адам алды. Ауылдарды дамытуға бағытталған қуатты өңірлер жобасы тиісті деңгейде атқарылмай келеді. Оған өткен жылдың көрсеткіштері дәлел. Тұралап қалған шаруаның бет алысы бүгінгі үкімет отырысында пысықталды. Бастама бойынша 500-ден астам елді мекендегі ауыз су, жол жөнделіп, инфрақұрылым жағдайы ретке келтіру керек. Алайда жоспарланған 20 көрсеткіштің 4-еуі әлі күнге орындалмаған. Өңірлердегі өткір мәселелерді шешу әдістері қалай өзгерді? Биыл қандай нәтижелерге қол жеткіземіз? Кәмшат Мұхамеджан тыңдап келді. Ауылдағы ағайынның басты проблемасы қазір ауыз су. Тіршілік нәріне тарығып, сапалы ауыз суға жете алмай отырған елде 1 миллионнан аста адам бар екен. Оның 770 мыңы ауыл, 280 мыңы қала тұрғыны. Ұлттық жоба аясында өткен жылы тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету көрсеткіші 90%-ға жеткен. Биыл көрсеткішті арттыру жоспарланып отыр. 1056 жобаны іске асыруға 128 миллиард теңге бөлініпті. Ағымдағы жылы ұлттық жобаны іске асыруға 1 тамыздағы жағдай бойынша 650 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде республикалық бюджет 440 миллиард теңгені, бюджеттен тыс қаражат 155,8 миллиард теңгені және жергілікті бюджет
53,9 миллиард теңгені құрайды. Жоспар кестесіне сәйкес барлық бюджет толық көлемде игерілді. Жобаның тағы бір мақсаты оны және шағын қалалардың инфрақұрылымын дамытуға бағытталған. Осы мақсатта биылғы жылға қазынадан 25,8 миллиард теңге қарастырылған. Ол 28 қалада 57 жобаны іске асыруға арналып отыр. Алайда қазір аймақтарда аталған қаржы жоспарлы игерілмей келеді деді ұлттық экономика министрі. Бұл істе сылбырлық танытып отырған Павлодар және Алматы облыстары. Әлбек Қуантыровтың сөзінше 9,12 миллиард теңге немесе жылдық жоспардың 35,8% ғана игерілген. Мона және шағын қалалардың инфрақұрылымын дамыту үшін 2022 жылы 28 қалада 57 жобаны іске асыруға 25,8 миллиард теңге бөлінді. Осы жылдың 1 тамызына шаққанда әкімдіктер 9,2 миллиард теңгені немесе жылдық жоспардың 35,8% игерді. Қаражаттың ең аз игерілуі Павлодар және Алматы облыстарында байқалады. Жоба аясында республикалық маңызы бар жергілікті жолдарды жөндеуде көзделген. Қалыпты жағдайдағы жол сапасының көрсеткіші жыл соңына дейін республикада 91%-ға, ал жергілікті желі бойынша 85%-ға дейін жеткізілмек. Мақсатты межеге жету үшін әлі де жұмысты ширату керек деді үкімет басшысы. Жиын соңында Әлихан Смайылов жауапты министрлер мен өңір басшыларына бірқатар тапсырмалар берді. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы арнасы, Нұр-Сұлтан. Ел президенті еңбек демалысына кетті. Ақорданың баспасөз қызметі жарияланған ақпаратта мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қысқа мерзімді еңбек демалысына шықты деп жазылған. Алайда оның қайда баратыны туралы мәлімет айтылған жоқ. Айта кетейін, президент 2021 жылы Шығыс Қазақстандағы Бұқтырма су қоймасында 4 күн демалған еді. Ал Ауғанстан астанасында Әл-Каиданың жетекшісі Айман әз-Завахири өлтірілді. Ол орталық барлау басқарма ұшағының соққысы нәтижесінде көз жұмған. ақш-тың ақпарат агенттігі мәліметті кеше растап, операция барысында бейбіт тұрғындарға залал келтірмеген жеткізді. Ал Талибан қозғалысының өкілі бұл әрекетті халықаралық принциптерді бұзу деп бағалап отыр. Әл-Каида әмірі Айман Завахири Бен Ладеннің ұстазы болған. Олар америкалық 2977 адамның өлімі үшін жауапты. Енді әділдік салтанат құрды. Лаңкестердің басшысы енді жоқ. Украинаның оңтүстігіндегі Николаев ауданында тағы жарылыс болды. Жергілікті биліктің мәліметінше, сейсенбі күнгі соққыдан бір адам зардап шеккен. Бүгінде дәрігерлік амбулатория аумағындағы жаппай атқылау тоқтаған. Апат орнында қирандылардан тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қала басшысы Александр Сенкеевичтің айтуынша, Николаевта соғыс басталғалы бері 500-ге жуық көп қабатты үй бүлінген. Ал Украинаның бас штабы қазір Краматорск бағытында шабуыл басталғанын хабарлап отыр. Бұл шабуыл Украинаның кәсіпкері халық батыры Вадатурский мен оның әйелінің өмірін қиды. Александрдың және өзге де опат болған бейбіт тұрғындардың туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтамын. Оның бәрі бір күні тоқтайды және жазықсыз жұрттың ажалын арқалағандар жауап береді. Ал Ресей қорғаныс министрлігі Харьковтағы зауытта 2 америкалық химарис қондырғысының қирағанын хабарлады. Украинаның бұл қаласында гуманитарлық жағдай қиын. Билік Харьков тұрғындарына азық-түлік пакеттерін таратып жатыр. Себебі шабуылдың қайта басталуы әбден мүмкін. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Ресей Федерациясының қарулы күштері Украинаға арнайы операцияны жалғастыруда. Ереуілдер нәтижесінде Харьков қаласы, зауыттардың аумақтары, Украина энергетикалық машина жасау зауыты мен 2 американдық ұшыру қондырғысы жойылды. Әскери қимыл әлі де жалғаса береді. Ал енді еліміздегі жаңалықтарға ойыссақ. Тараздағы Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарайтын минералды тыңайтқыштар зауытында болған апаттың себебі анықталды. Күкірт қышқылы цехының өндірісін тексеру барысында табиғатты қорғау заңнамасына қайшы келетін 5 заңбұзушылық фактісі анықталған. Зауытқа салынған әкімшілік айыппұлдың жалпы сомасы шамамен 5 миллион теңге. Еске сала кетейік, 11 маусымда кәсіпорында абсорбердің моногидратты сорғысы істен шығып, қалаға ластаушы газ тараған еді. Өткен жарты жылдықта азық-түлік пен өзге тауарларға отандастарымыз 6 триллион теңге жұмсаған. Бұл былтырмен салыстырғанда 13,8%-ға артық. Бөлшек сауда бойынша көш басында Алматы қаласы тұр. Яғни тауарлардың басым бөлігі осында сатылған.
Бұл ретте Алматының республика бойынша үлесі 30,7, яғни 1,9 триллион теңгеге жетті. Екінші орында елорда тұр. Көлемі 711,2 миллиард теңге. Ол ел бойынша 11,7%. Ал 8,3% үлеспен Қарағанды облысы үштікті қорытындылайды. Бұл дегеніміз облыс бойынша бөлшек саудаға кеткен қаражат 506,7 миллиард теңге деген сөз. Ал ең аз сатылым жаңа құрылған Ұлытау облысына тиесілі. Бұл көрсеткіш Қазақстан бойынша 0,6%. Құрметті көрермен, бөлісер қызықты ақпар болса, редакциямыздың 275-2048 нөміріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ 877-046-33-33 WhatsApp желісі де іске қосылып екенін естеріңізге салайын. Қымбатты көрермен, бізге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмам. Кешкі жаңалықтарда кездескенше.